Құрметті Шахмарал Майбекқызы, сіз мемлекеттік қызметте көп жыл еңбек еттіңіз. Және бүгінде мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға өз үлесіңізді қосып жүргеніңізді білеміз. Егер бүгінгі таңдағы біздің басты қазақстандық құндылықтарымыз туралы айтар болсақ, олар қандай құндылықтар? Сұрағыңыз өте орынды, рахмет. Мемлекет саласында көп жылдар бойы жұмыс атқарғаным ол барлық Қарағанды облысына белгілі. Енді осы мемлекет саласында қызмет атқарып жүргендегі бір үлкен тәжірибеммен бөліскім келеді бүгін сіздермен. Және де сіз мынау сұрағыңыз біздің басты құндылықтарымыз қандай дейсіздер ғой, иә? Басты құндылықтарымыз енді тәуелсіздік. Тәуелсіздік ол ең басты біздің құндылығымыз, оны сақтау білуіміз керек. Өздеріңізге мәлім, 1991 жылы біз тәуелсіздігімізді алдық. Ал 1992 жылы бүкіл әлемге өзіміздің мемлекеттік туымызды, мемлекеттік елтаңбамызды, сонымен қатар мемлекеттік гимнімізді, енді бұдан былай бірінші елден кейін әнұранымыз дейміз, мемлекеттік әнұранымызды паш етіп көрсеттік, бүкіл елге мақтан етіп. Енді тәуелсіздікті біз сақтауымыз керек деп ойлаймын. Енді осы тәуелсіздіктің символы, ол жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, біздің мемлекеттік рәміздеріміз. Ал енді тәуелсіздік сонымен қатар тұрақтылық. Ол да бір басты біздің құндылығымыз. Және де міне тіліміз, әдебиетіміз, мәдениетіміз, салт дәстүріміз. Ол да біздің басты құндылықтарымызға жатады деп ойлаймын. Білім, ғылым. Оны да біз сақтау білуіміз керек. Тамаша. Жаңа өзіңіздің сөзіңізде сіз тұрақтылық туралы айтып кеттіңіз. Толығырақ айтсақ, тұрақтылық нақты қандай мағынаны сипаттайды? Тұрақтылық қандай мағынаны сипаттайды десеңіз, ол ең алдымен экономиканың дамуына, сонымен қатар патриотизм мен барлық мәселелерін ашық түрде шешілуіне байланысты деп айтсам артық болмас. Тұрақтылық болмаған жерде, ол әрине мемлекеттің жайда, халықтың әл-ауқаты да төмен болады деп ойлаймын. Тұрақтылық ең басты құндылық. Ал неліктен қоғамды іріткі жасайтын деструктивті дін ағымдары пайда болады? Орыста жақсы мақал бар ғой. Чтобы воевать против врага, надо знать его оружие деп. Біз 35 жыл тәтті тәуелсіздік мемлекетте өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Бір шаңырақтың астында 130-дан астам ұлт өкілдері бүгінгі таңда өмір сүріп жатыр. Оның ішінде қазағы бар, енді әрине титульная нация дейміз ғой. Сонымен қатар орыс, украин, неміс, корей, басқа ұлттың өкілдері. Енді жақсы мен жаман қатар жүреді ғой. Біздің де жауларымыз бар, тыныш жатпайтын. Олар сол деструктивтік діни ағымдар арқылы қоғамға іріткі салып, біздің мынау мемлекетіміздің саясатын бұзуға тырысады. Енді әрине бұлар қалай пайда болады? Білімсіздіктен пайда болады. Білімсіздік болғанда, сол өздерінің мынау жат діннің арасына кіргізу үшін біздің көп жастарды уағыздайды жат діннің ағымдары. Көп жастар өзінің білімсіздігінен солардың ағымдарына кіріп кетеді. Біз қараңызшы, біз көп ұлтты мемлекетпіз ғой Қазақстан. Көп ұлтты және көп дінді мемлекетпіз. Біз жаңа жоғарыда айтып кеттім, тату-тәтті өмір сүріп отырмыз. Бізді де көре алмайтын елдер бар. Біздің саясатымызға қарсы елдер бар. Сондықтан осы жат діннің ағымдары бізге қоғамға іріткі салады. Құдайдың, Алланың атын жамылып, өздерінің идеологиясын насихаттап, біздің жастарымызды улайды. Біз оған әрине қарсы тұруымыз керек.